Бұл теңіз жұлдызы. Оның денесі жұп-жұмсақ, бірақ оны ұстаған кезде қатты болып қалады. Теңіз жұлдызы жұлдызға ұқсайды. Ал мынау дельфин. Дельфиннің бір ерекшелігі ол адамның ішкі құрылысын көре алады. Олар судың бетіне жиі шығады. Себебі дельфин өзінің демін 10 минутқа дейін ғана ұстай алады екен. Бұл теңіз шаяны. Теңіз шаяны күндіз су түбіндегі тастардың арасында тығылып жатады. Қоректенуге түнге қарай шығады. Негізінен көк-жасыл балдырлармен қоректенеді. Ал мынау балалар ас шаян. Ас шаян теңіздерде және тұщы суларда өмір сүреді. Бұл медуза. Медузалар әртүрлі болады. Кейбір медузалар түнде жанады. Медузаларда ми болмайды, бірақ бір медузаның 24 көзі бар екен. Ал мынау балалар теңіз жылқысы. Олар тек қана жылы суда өмір сүреді. Олардың асқазандары болмайды. Олардың көздері бір мезгілде екі жаққа қарай алады екен. Ал мынау кішкене ғана балықтар сайқымазақ балықтар. Олардың түр-түрлісі болады. Олар қызыл түсті, жасыл түсті, көк түсті, қоңыр, қызғылт сары түсті, әртүрлі түсті болып келеді. Бұл скат балығы. Олардың денесінде сүйек болмайды. Және де олардың кейбір түрлері электр тоғын жасай алады екен. Олардың денесі жалпақ, құйрықтары ұзын болады. Мынау кальмар. Кальмарлар өте жылдам жүзеді. Олардың көздері жақсы көреді. Кальмардың бір емес, 3 жүрегі бар. Ал мынау қандай балық? Жоқ, балалар, бұл балық емес, бұл маржан. Олар судың түбінде болады және әртүрлі болады. Олар теңіз су астына көрік беріп тұрады. Ал мынау ше? Қанетінаршы, қандай балыққа ұқсайды? Жоқ, бұл дельфин емес, бұл касатка. Я, дұрыс айтасыздар. Касатка мен дельфин бір-біріне ұқсайды. Мынау сегізаяқ. Сегізаяқта сүйек болмайды. Оның 3 жүрегі бар. Сегізаяқтың бір ерекшелігі, ол өзіне қажет уақытта өзінің денесін неше түрлі түске ауыстыра алады. Балалар, бұл акула. Акуланы танитын шығарсыздар. Акуланың сүйегі жоқ. Акуланың тістері үлкен болады, бірақ ол өзінің тістерін үнемі ауыстырып тұрады. Акуланың көзі өте жақсы көреді. Мынау кит. Киттің бір ерекшелігі, ол ешқашан ұйықтамайды. Көк кит әлемдегі ең үлкен жануар. Киттің бір тілінің өзі бір пілдің салмағынан ауыр болуы мүмкін. Балалар, қане бір сергіп алайықшы? Мен балықпын дүттүрүттүрү, мен балықпын дүттүрүттүрү, мен балықпын дүттүрүттүрү, балықпын. Мен анамын дүттүрүттүрү,
ду қашамыз. Біз ойнаймыз ду, біз жүземіз ду, біз қашамыз ду, қашамыз. Жарайсыңдар балалар, тамаша билеп алдық. Балалар, сендерге тапсырмам бар. Қане суретке назар аударайықшы. Мына алтын балықтың көлеңкесін табу керек. Қалай ойлайсыздар? Оның көлеңкесі қайсысы? Қане мұқият қарайық. Дұрыс, міне көлеңкесі. Ал мына 8 аяқтың қайсысы артық? Мұқият қараңдар, қайсысы артық деп ойлайсыңдар? Неге? Дұрыс, балалар. 4 бүрішті көзі бар 8 аяқ артық. Себебі басқа 8 аяқтардың көздері дөңгелек. Балалар, біз балықты әртүрлі заттардан жасауға болатынын білеміз. Қағаздан, картоннан, фетрдан және тағы да басқа. Ойыншық балықтарды суға салып ойнауға болады. Балалар, ал сендер білесіңдер ме? Балықты тастан да құрастыруға болады екен. Қараңыздар, қандай әдемі балық шығады.